Бұл автокөлікті бір көргеннен танымауларыңыз мүмкін. Сіздерге факт. Алматы қаласында жүрген 60-70% автобустармен ұялас біздің Photon Forlord автокөлігі. Ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Bamix YouTube арнасы. Бүгінгі видеода дәл осы көлікке толық шолу жасайтын боламыз. Жылы Қытайлар 10 компания, атышулы 10 компания бірігіп осы Photon автокөлігін шығарған екен. Мини жүк көлігі. Яғни, бұны дәл осы жерде айта кетейін, Қытай бойынша мини жүк көліктердің ішінен номер 1 қауіпсіз көлік ретінде саналып тұр екен бұл. Неге десеңіздер, airbag жүйесі жақсы қамтамасыз етілген, және алдындағы лонжерон дейміз ғой, лонжерондары және де алдыңғы темірлері барлығы қалың күйінде қауіпсіз болып жасалынған екен. Бұл арнайы Қытайдың заводында тест-драйвтан өткізіліп жасап шығарылған жүк көлігі. Содан не керек, қытайларымыз өздерін ғана ойламай, шет мемлекеттерді ойлап, алғашқы потоктарын десек те болады, Ресей мемлекетіне шығарған екен. 2010 жылы Ресейге кіріп, Ресейдің өзінде шығатын газель автокөліктерін бір шетке ығыстырған екен. Сол ығысқан газельдер қазір біздің Қазақстанның трассасын тоздыруда. Ресейде біраз шама орын алып, біраз өзінікін жүріп тастаған мини жүк көлік десек те болады. Қазіргі таңда Қазақстанға кіруде. Басында Қазақстанға келген кезде бұның өзіміздің қазекеңдер ой, китайский деп менсінбеген тұғын. Қазіргі өзімізде баяғыдан келе жатқан ПАЗ және газель автокөліктерін басып озды деп айтуға да келеді. Себебі Photon атты жүк көліктері бұлар біріншіден экономичный болып жүреді, екіншіден өзінің санатына бөлінеді. Мысалға 1,5 тонналығы бар, 2-3 тонналығы. Міне мынандай Photon автобустары сияқты ғой біздің. Бұл автобусқа дейін шығарып тастаған. Қазіргі таңда өздеріңіз Алматыда жүрсеңіздер, кез келген көшеде жасыл үлкен автобустар дәл осы Photon компаниясының автобустары. Өткенде Қытайға барып, дәл осы Photon автокөлігі шығатын заводқа барған кезде, бұл дәл осы моделі ең ходовойы, ең тез өтетін және ең қауіпсіздік бойынша бірінші орында тұрған автокөлік екен. Яғни, қазіргі таңда Қазақстанда арзан сатылып жатқан мини жүк көліктер, олар Қытайдағы өтпей қалған жүк көліктерді шетелге экспорттап шығарып жібереді екен. Заводта көргеніміз бойынша бүткіл барлық заттары сертификат түрде дәлелденген, документ түрінде дәлелденген, тест-драйвтан өткізген, краш тест дейді ғой, соғып та тексеріп көрген бұл көлікті. Қазір бұны ескі бізде жүрген қазіргі газельдермен салыстыратын болатын болсақ, біріншіден газельдердің расходы бар, 2-7 сондай объеммен жүреді, олар одан жоғары болып жүреді. Және ең бірінші біздің басты проблемамыз шіріп жатыр ғой, байқасаңыздар, орыс автокөліктері жан-жағынан шіріп бастап жатыр. Ржавчина дат болып, қашанғы антифризің ағып, подрубкаң жарылып, мотордың жанынан май ағып, қап-қара болып, қашанғы жүре бересің. Одан да қазақтың әр жүк тасымалдайтын қазақтың астында бір Photon'нан болса, жақсы емес пе? Қазір жанында сенімді серіктесім және өзімнің досым Нарділда, екеуміз бірге осы көлікке информация беретін боламыз. Нәкөш, жалпы мына көліктен өзің не байқап келетсің? Бұл көлікте құтты бір жүк көлігінде емес, комфорт плюс тағы көлікте отырған сияқты сезіп келе жатыр мен өзімде. Оның ең басты анау отырғаны осы жайлылығы және мына шумоизоляция дейді ғой. Сырттағы дауыстың ішке естілмеуі осы көлікте өте жоғары түрде жасалған екен. Жалпы бұл көлік 2023 жылғы заманауи тұрғыда жасалынған. Ішін салонның өзі рульдағы орнатылған мультируль барлығы өзінің қызметін жақсы атқарып тұр. Бір батырманы басу арқылы
өлең қосып аласыз. Және магнитофонды мына жерден емес, тек қана рульден басқарасыз. Бір заказым бар, сосын қайтамын. 3 заказым бар, содан кейін үйге деп. Грузовой машинамен Яндекске тіркеп алып жүрсеңіздер де болады. Бұл көлікпен қала ішінде ғана емес, алыс жолдарға шықсаңыздар, сіздерге өте ыңғайлы, жайлы және жолда шаршатпайтын болады. Іші 2 адамға арналған, сыртынан қарасаңыздар, тар деп ойласаңыздар, онда қателесесіздер, бұның іші қатты тар емес, қатты кең де емес. Мына жақта алдымызда аяқ қоятын жеріміз өте кең орналасқан. Бұл бойы ұзын адамдарға өте ыңғайлы. Өте жеңіл жүріп келе жатыр. Алдағы уақыттарда бұны жүк тасымалдап та видеолар салатын боламыз. Егер де видеомыз ұнап жатқан болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Өзіңіздің ойыңыздағы сұрағыңыз болса да комментарий бөліміне жазып кетіңіз. Ал енді бұл көліктің моторына келетін болсақ, қозғалтқыш көлемі 1,6 литр, 5 сатылы коробка передача, артқы жетек және 4 цилиндрлі болады. 4 цилиндр бір қатарда орналасқан. Бұл өзі 1,6 литр болғанымен, бұл грузовой мотор, яғни жылдамдыққа емес, негізінен ауыр күш көтеруге арналған. Бірақ қазір байқасам, мынаның жүрісінен жылдамдығы да керемет сияқты. Қазіргі таңда біз Алматы қаласының айналып өтетін Бакат трассасымен 100 км/сағатына дейін басып көрдік. Қазір енді біз Алматы қаласының ішіне кіретін боламыз. Алматы қаласындағы пробканы және де светофорда қалай жүріп тұратын сол жерде көретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар ағайын. Rock rap rip like tissue. I got way too many issues. Bad thoughts drop like missiles. Geronimo, you know Bones gon' miss you. Sonny came home with the mission. I done tried to put him on nutrition, but the point was something that they was missing. I could scream about the promises, bitches they wouldn't listen in the dark, but somehow the gray still shining. Құрметті достар, бағанадан бері фотоның жүрген жүрісін қаланың ішінде трассада да көріп жатсыздар. Енді сыртқы сипатына мән бере кетсек. Ең бірінші бұның капотынан бастайтын болсақ, капотын ашып жіберсең, мына жерде капоттың астында бізде айтарлықтай ештеңе жоқ. Мына жерде антифриз құйылатын бачок, жанында тормоздың житкісі құйылатын бачок және терезеге шашатын судың бачогы орналасқан. Енді астына қарай оралатын болсақ, асты жағында радиатор орналасқан, 2 радиатор, бұның бір радиаторы кондердің радиаторы болса, екіншісі осы антифриздың радиаторы. Енді бұның моторы қайда деп жатсаңыздар, моторы орындықтың астында орналасқан. Бұл автокөліктің моторына келетін болсақ, моторы орындықтың астынан ашасыздар. Орындықты жатқызып, ішінен арнайы бекітпе бар. Осы бекітпені ашу арқылы орындықты көтерсеңіз, астынан қозғалтқыш көлемі 1,6, 4 цилиндрлі, бір қатарда орналасқан бензинмен жүретін мотор тұрады. 2 орындықты көтеру арқылы осы моторды көре аласыздар, және обратына осылайынан бекітіп жауып қоясыздар. Ал енді бұның бортына келетін болсақ, борты жайлы Нарділді айтсын. Бортының ұзындығы 3,5 метр, ені 1,7 метр. Бұл борт үш жағы да ашылады, міне көріп отырғандарыңыздай осылай ашылады. Көтеретін салмағы 1,5 тоннаға дейін, және бұл артқы дөңгелегі рессормен жүреді. Фотонның жүрген жүрісінде, сыртқы бейнесінде барлығын көрдіңіздер. Енді бұл жерде айтылмаған салоны, яғни салонына келетін болсақ, 2023 жылғы көлік заманға сай жасалынған. Рөлінен бастайтын болсақ, рөліңізде мультируль батырмалары барлығы өзінің жұмысын, қызметін жақсы атқарып тұр. Қазір мен сіздерге батырманы басып көрсетіп жіберейін. Дауыс азайту, дауыс қосу, канал ауыстыру. Бұл жерде магнитофонды мына жерден емес, тек рульден ғана басқарасыз. Яғни магнитофон рулінде орналасқан. Мына жерде әшейін қалташа және фотонның маркасы белгіленген, және алдыңызда 3 бұранда десем де болады. Бұл печканың ыстыққа және суыққа қойылатын бұрандасы. Екіншісі пештің уровенін көбейтіп азайтатын бұранда. Үшінші положение, печканың положениясын қоятын аяққа, терезеге деген секілді. Одан келесі печкасы базар жоқ ыстады екен, өзім терлетіп жіберді жаңа жолда.
Читок приборына келетін болсақ, читок приборы жартылай механический, жартылай электрический. Яғни спидометр көрсеткіші механический болады, және тахометр, оборот, судың градусы, бензиніңіз, километраж, сағат, магнитофон барлығы электрикалық тұрғыда көрсетіп тұрады. Және алдыңғы рульдің оң жақ, сол жағында терезе сүрткіш, және оңға, солға бұрылғы шамын жағатын құрылғы. Және оның басында фарды қосып өшіретін. Дәл осындай Foton компаниясы кішігірім мини жүк тасымалдау көлігін ойлап шығарған. Және коробкасы 5 скоросты механикалық тұрғыда жүреді бұлар. Рулі да мынаның компактный, ыңғайлы жасалынған, асты жағы түзу, как будто бір спорткарда отырған сияқты сезінесің. Және бұда гуры, электрический гур, тоқпен өте жұмсақ бұрылады. Енді байқасаңыздар, саусақтың өзімен басқарып отырмын. Рулінің ортасында Foton моделінің аты жазылып белгіленген. Сигнал. Жүрсеңші деп қойып қаланың ішінде грузыңызды тиеп аласыз да. Айдап жүре бергенге не жетсін. Және бұның ходовка жағына келетін болсам, бағанан бері айдап байқап жатырмын. Өзіміздің айдап жүрген неміс көліктері сияқты жесткий болады екен. Және де сезімталдығы новый болғаннан кейін бе, меніңше андай жақсы жасалынған сияқты. Қазір қараңыздаршы, туннельге түсіп келе жатырмыз. Жарық шамдары өте әдемі болып жанады. Пештің, спидометрдің. Осымен бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеле кетіңіз. Алдыра әлі талай автошоуларымыз болады, бізбен бірге болыңыздар.